Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі оңай дайындалатын печенье рецептісімен бөлісетін боламын. Қажет болатын ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ал енді бастайық. Ең алдымен 2 жұмыртқамыз бен қантымызды венчиктің көмегімен жақсылап ағарғанша 1-2 минуттай араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Балымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға разрыхлителімізді қосып, кішкене араластырып жібереміз. Енді аз-аздан ұнымызды салатын боламыз. Бастапқыда қасықпен араластырамыз, кейіннен қолмен араластыратын боламыз. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Енді қамырымызды осындай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен мұнда 40 граммнан бөліп алдым барлығын. Енді видеода көрсетілгендей осындай шар тәріздес формаға келтіретін боламыз. Мінекей барлығын осылай дайындап аламыз. Менде 22 штуктай шықты. Енді печеньеміздің бетін әдемілейтін боламыз. Бізге ақуыз қажет болады және де грек жаңғағы қажет. Грек жаңғағын ұсақтап блендерден өткізіп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей печеньемізді бірінші ақуызға батырамыз, кейіннен грек жаңғағына аунататын боламыз. Енді 180 градуста 20 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Іші барлығы толықтай пісіп, жүмсақ болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, ас болсын.